Ал енді бүгінгі Қалқаш бауырымның, яғни Тоқтарбай әкемнің келінінің бетін ашылмаған келіп тұрған шайы бар екен. Ендеше ардақты ағайындар, келін келе жатыр, қошемет. Шапалақты ұрып, мүмкін болса орнымыздан тұрып, басты бері қарай бұрып, ел екенімізді, жұрт екенімізді ұқтырып, бүгінгі жақсылыққа жүк құрып келген жастарға қошемет. Тілімді сүңгіденді сүйір еткен, алтаталы албан жұртшы есенсің бе кеп құралған жан-жақтан қызметпен. Желбіретіп Кенесары қолындай жүріп өткен, келіндеріңіздің бетін ашқалы келіп тұрмын, қарақтан бірін алма қызыр еткен ай. Аталарым Чезіренің шын сөзіндей, апаларым Арият елгегіндей. Келіндері ерін сүйген, пірлерінде ерлері елін сүйген күлдегіндей. Армысың, аманмысың, алжан елі қыздарыңыз қырдың қызыл гүлдеріндей. Қынама мен қалақты қылдай нәзік шыбақтың шылқылдаған су кезіндей. Желіктің бастарындай жәнібектің жігіттері бәйге бермес күліктің таң кезіндей. Ағайын андасаң да қиқулашы, шапалақтарыңыз кетті ғой, там көрінбей ай. Алдына күткөйсің сылап сыйпап, тамақтың таңдап беріп тәтті жерін. Жұмыстан келген кезде қабақ жықпай, мойнына асыл секен ақ білегің. Міне келін көлеңкең екеу болды, өмірлік табылған соң ақ сүйерің. Жас жұбайлар жамандық көрмеңіздер, жерге түсіп қалғанша жақсы еуің ай. Білгіші дүниенің ұрған түлгісей, жаман келін белгісін, мен айтайын үлгісін, тарс тұрыс жүнісі, үйіне келсек мұңдысы. Жиналып тұр осында, елімдегі келін жан, ал ендеше ұйыған белімдеме келін жан, ерінбеді келін жан, ақша қайда деп асланға зар илеме келін жан, бөтен көмің алжасып нан илеме келін жан, қыдырымпаз боп кетпе әр үйледі келін жан, назар бөліп қарарсың сәбиге де келін жан. Деген жібек алғандай иіліп сәлем беріп тұр, атарымды бағыстан келгендерге бір сәлем, көріндігін аямай бергендерге бір сәлем, жиналған жұрт ағайын осы араға бір сәлем, қасиетті шаңарақ босағаға бір сәлем,